Бермуд үшбұрышын планетамыздың ең тылсым аймағы деп санайды. Бұл мистикалық теңіз аймағында көптеген ұшақтар, әскери тікұшақтар мен кемелер жоғалып кеткен. Бірақ сондай кемелердің бірі 90 жылдан кейін жер бетіне оралды. Бұл шығарылымда мен сізге Бермуд үшбұрышында жоғалып, қайта оралған кемені көрсетемін. Сонымен қатар ұшақтардың, тіпті адамдардың ең жұмбақ жоғалуы туралы айтамын. Айтқандай, ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Менің арнамның дамуына атсалысып пікір жазатын көрермендерге алғыс айтамын. Және жаңадан қосылғандарыңыз болса, қош келдіңіздер деймін. Бейне ұнаса лүпіл басып достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін үлкен шабыт. Жақсы қаралым болсын. Жоғалған кеме. 1918 жылы 15 қарашада жүк тасымалдауға арналған СС Катапах кемесі сапарға жіберілді. Алғашқы саяхатында суға батқан Титаниктен айырмашылығы, Катапах 7 жыл бойы жұмыс істеп, көптеген сапарларды сәтті аяқтаған. Бірақ ол 1925 жылы соңғы сапарына шықты. 29 қарашада Катапах Чарльстаннан Гаванаға бортында көмір және 32 адамнан тұратын экипажбен аттанды. 1 желтоқсанда экипаж мүшелері тропикалық дауыл кезінде кеме бүйіріне аударылып, апатқа ұшырағанын хабарлады. Содан кейін кемемен байланыс үзілді. Катапах кемесі Бермуд үшбұрышының аймағында іздестірілді, бірақ көп ұзамай іздеу тоқтатылды. Ал 1925 жылы 31 желтоқсанда кеме суға батып, экипаж қаза тапты деп ресми жарияланды. Ұзақ уақыттар бойы кемеден хабар болмады, тіпті апаттың салдары мен ізі табылмады. Барлық кейінгі экспедициялар кеменің сынықтарын, көмір іздерін немесе экипаж мүшелерінің денесін таппаған. Бірақ 2015 жылдың 16 мамырында Куба билігі жүзуге тыйым салынған аумақта кенеттен пайда болған көне кемені тапты. Жағалау күзеті экипажбен байланысуға тырысты, бірақ барлық әрекеттер нәтижесіз аяқталды. Оғаш кемені тексеру үшін патрульдік қайықтар жіберілді. Кемеге жақындаған әскерилер өз көздеріне өздері сене алмады. Олардың алдында өте ескі кеме пайда болды. Оның жасы шамамен 100 жыл. Бұл кеме Бермуд үшбұрышында 90 жыл бұрын ғайып болған Катапах екені анықталды. Кеме бортынан бірде-бір адамның денесі табылмады. Айтса да кеме суға батпаған және апатқа ұшырамаған болып шықты. Куба билігі бұл кеменің расымен де 1925 жылы жоғалып кеткен Катапах кемесі екеніне күмән келтірмейді. Себебі бортта СС Катапах кемесінің капитаны болған Майердің журналы табылды. Дегенмен журналдың мазмұнында кемеге не болғаны туралы жазылмаған. Сарапшылар табылған журналды шынайы деп бағалайды. Құжат экипаждың күнделікті өмірдегі сәттердің егжей-тегжейлі сипаттамасынан тұрады. Журналдағы барлық оқиғалар 1925 жылы 1 желтоқсанға дейін жазылған. Әрі қарай не болғаны белгісіз. Экипаж қайда кетті? Неге осыншама жыл кемені табу мүмкін болмады? Және ол қалайша тот басып су астына кетпеді? Әлде ол су астынан бір тылсым күштің салдарынан оралды ма? Фредерик Валентич. Фредерик Валентичтің жоғалуы мистикалық оқиғалар мен деректерге толы. 1978 жылы ұшқыштар оқу орнын жаңадан бітірген ұшқышқа өз бетінше ұшуға рұқсат берілді. 21 қазанда Фредерик Мельбурндағы аэропорттан ұшып, Кинг аралына аттанды. Ұшудың алғашқы 60 минуты еш қиындықсыз өтті. Фредерик керек биіктікке көтеріліп, жоспарланған бағыт бойынша ұшып кетті. Бірақ біраз уақыттан кейін Фредерик диспетчерге дабыл хабарын жіберді. Ол өз ұшағының үстінен белгісіз шамдар жанып тұрғанын және үлкен ұшақ ұшып бара жатқанын айтты. Бақылаушы радарларды тез тексеріп, Валентичтің жалғыз ұшып бара жатқанын байқады. Олар жағдайды анықтауға тырысып жатқанда ұшқыш үрейлене бастады. Ол диспетчерлерге біреу онымен ойын ойнап тұрғандай көрінгенін хабарлады. Диспетчерден рұқсат сұрамай, Фредерик бағытын өзгертіп, оғаш ұшақтан қашу әрекеттерін жасауға шешім қабылдайды. Бірнеше минуттан кейін Фредерик: "Бұл біртүрлі ұшақ тағы менің үстімде қалықтауда. Оның жылдамдығы сұмдық. Бұл ұшақ емес" деген сөздер айтты. Бұл сөздерден кейін 17 секунд бойы шу мен темірдің қираған дыбыстар естілді. Содан кейін байланыс үзіліп, Фредерикте де, оның ұшағында ешкім естімеді де, көрмеді де. Теңізде де, құрлықта да апатқа ұшырағанның дәлелі табылмады. Тергеу ұзақ уақытқа созылды. Бірақ тіпті тергеудің ресми нұсқасы бойынша ұшақтың жоғалу себебі анықталмады. Ұшқышпен не болғаны түсініксіз. Бірақ көптеген уфологтар оны өзге ғаламшарлықтар ұрлап кеткеніне сенімді. Себебі ұшқыштың үрейін сипаттаған оқиғасын және оғаш дыбыстарды басқа еш нәрсемен түсіндіру мүмкін емес. Фредерик жоғалған күні 20 шақты адам сол аймақта аспаннан белгісіз жарқылдарды, түсініксіз оптикалық құбылыстарды көргенін мәлімдеді. Жаңа Бермуд үшбұрышы. Бермуд үшбұрышы ұшақтар жұмбақ түрде жоғалып кететін әлемдегі жалғыз жер емес. Әлемде жаңа Бермуд үшбұрышының атауына лайық орын пайда болған сияқты. Бұл Венесуэла сулары. 2013 жылы итальяндық Миссони сән үйінің директоры мінген шағын жеке ұшақ осында жоғалып кетті. Бортта 6 адам болған. 3 экипаж мүшелері, директор және оның ұлы мен әйелі.
Лос Рокис архипелагынан Каракасқа ұшқан ұшақ кенеттен биіктігі мен жылдамдығын күрт жоғалтып, радар экранынан ғайып болды. Ұшақ ұзақ уақыт бойы жоғалып кетті деп саналды. Бірақ Катапак кемесі секілді ол ақырында қайта оралды.